неліктен кәнсілдеу пайда болды, тарихына жүгінсек, кез келген қоғамда құқықтық жауапкершілік бар және моральдық жауапкершілік бар. Кәнсілдеу қашан өршіп кетеді? Сіз құқықтық жауапкершілікке көңіліңіз толмаған кезде. Мен бұны тікелей халықтың экономикалық сауатымен ғана емес, халықтың билікке сенбеуімен және заңдардың жұмыс жасамауымен де тікелей байланыстырамын. Себебі Серік Шәріпке қатысты жазаның аздығына байланысты, Рахат Тұрлыхановтың жазаның аздығына қатысты әлеуметтік желіде туындаған кәнсілдің нәтижесі неге біздің заңдар осал? Неге зорлықшылар далада жүр? Неге әйелін ұрған еркекке 15 тәулік беріледі деген феминистер бастаған 2015 жылдан бастап біз кәнсілдеуді бастаған кезде көбісі түсінбейтін. Феминистер сендерге не жетпейді дейтін, бірақ 10 жылдағы Қазақстанның кәнсілдеуінің иерархиясын қарасақ, бізде біраз өзгерістер болды. Оған бірнеше фактор әсер етеді, бірақ заңгер ретінде ең біріншіден құқықтық жауапкершіліктің әлсіздігі деп айтады. Әлі заңға енгізілмеген деген сияқты нәрсе. Әлі дегенге қарағанда ол енгізіле ме? Кейбір мемлекеттер кәнсілдеудің кейбір факторын енгізіп жатыр. Яғни бізде reconciliation деген дүние бар. Яғни біреуді кәнсілдеу, оның ар-ожданына, қадір-қасиетіне, репутациясына нұқсан келтірген кезде, ол барлық жағдайда сөз бостандығы емес. Ол шығармашылық еркіндік емес. Соны реттеуге тырысып жатқан мемлекеттер бар құқықтық тұрғыдан. Яғни кейбір сталкинг болсын, немесе кейбір hate speech болсын реттеу, ол reconciliation, яғни кәнсілдеуге қарсы құқықтық реттеудің құралы деуге болады.